Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Мен баршаңызға да қайырлы кеш, қайырлы түн. Қош келіпсіздер. Мен комментарийді өшіріп қойдым. Ойымды сіздерге бөліп айтып кеткім келіп жатыр. Бүгінгі осы кішкентай бірнеше уақыт маған көңіл бөлсеңіздер екен. Тірі болу деген нәрсе туралы айтқым келеді. Тірі болу. Барлық адам осы өмірде өмір сүреді. Өзін тірі деп санайды. Бірақ бұл тірі болу деген түсінікті мен бір философский дейді ме, қалай? Осы өмірдегі қолданыстағы орынды бергім келеді. Біріншіден, тірі болу бұл үлкен бір құдірет. Өйткені жақында бір кітап оқыдым. Сол бір кітапта жазады, әсем қылып. Алла тағала сенің ерекше екендігіңді білдіру үшін саған өзінің рухын берген дейді. Бұл енді тікелей мағына айтылған сөз енді ол. Сипаттама балама мағынадағы ғой, енді тікелей емес. Бәлки тікелей емес, яғни сипат балама мағынада айтылғаны. Мағынасы, құрметті бауырлар, сіз өзіңіз ерекше жаратылған жансыз. Ендеше сол істің дәлелінің біреуі, Алла сіздің жаратылуыңызды қалап, сізге жан беруінің өзі, сізді жоқтан бар қылып жаратуының өзі Алланың сіз үшін жасаған үлкен бір ілтипаты, сізге берген үлкен бір орны. Біздің қазақта айтылғандай жүрегінде сізге деген орын бар деген сөз бар ғой, дәл сол сияқты Алланың сіз үшін берген ілтипаты. Тірі болу дегенді айтып жатырмын мен. Тірі болу өзі мағынасы өте көп, бірақ мен екі мағынаны айтып кеткім келеді. Біріншісі, өзіңіз үшін тірі болу. Өзіңіз үшін тірі болу. Екіншісі, өзгелер үшін тірі болу. Бұл үлкен дүние екен. Білесіз ба, статистика оқысаңыз, әлемде жылына 1 миллион адам өз-өзіне қол салады екен. 1 миллион адам. 20 миллион адам жылына өз-өзіне қол салғысы келіп әрекет жасайды екен. Соның 1 миллионы дүниеден өтеді. Мысалы қазір, сіз осындай бір хал күй кешіп отырсаңыз, адамдар өз-өзін сондай бір адамның жаны қиналғаннан осындай әрекетке барғысы келеді. Байқасаңыз, адамның тәні қиналғаннан, мысалы қол аяғы, басқа денесіндегі физический дейді ғой, қиналғаннан адам ондай көп нәрсеге бармайды. Сол іс адамның жүрегіне өтсе, жүрегіндегі сол бір шекараға өтсе, адам өз-өзіне қол салатындай дәрежеге барады. Бұл стресс, депрессия немесе басқа да бір себептердің осы салдарлары. Енді қараңыз, құрметті бауырлар. Адамдар осы өмірде өз-өзін тірі сезінгісі келмейтіндігі. Өйткені ол өз-өзін тірі сезінуден қалып кеткендігінен болады. Бір үлкен себебі. Соны мағынасын түсіндіріп тұрып, қиыншылық жағдайдан, стресс жағдайдан қалай шығу керегін бір айтып кеткім келеді. Өзімнің басымнан өткен нәрсені. Біріншіден, өзіңізді тірі сезіну деген мағынаны айтқым келеді. Өзіңізді тірі сезіну үшін қалай ойлайсыз? Не нәрсе керек? Әлбетте бұның жауабын бірінші орында сіз айтасыз. Ал екінші менің қосарым сіздің жауабыңызға. Тірі өзіңізді сезінгіңіз келсе, қателесуге рұқсат беріңіз. Барлық адам қателеседі. Өзіңізге де, өзгеге де қателесуге рұқсат беріңіз. Тірі сезінгіңіз келсе. Қателесті деген сөз бұл үлкен нәрсе. Оның артында бір қызық дүние бар. Қателесу табысқа жетудің ең алғашқы баспалдағы.
Онсыз ешкім табысқа жетпейді жер бетінде. Қателесу бұл адамның қасиеті. Сіз адамсыз. Қателестіңіз, ендеше сіз адамсыз. Үлкен қасиет бұл. Қателесу бұл пендешілік. Сіз Алланың жаратқан пендесісіз. Қателесу бұл сіздің тірі екендігіңіздің белгісі. Тірі адамдар ғана қателеседі. Ал өліп қалғандар қателеспейді, өйткені олар бітірген барлық нәрсесін. Сондықтан қателесу бұл үлкен қасиет. Оған мақтаныңыз демеймін қателесуді. Қателесу сіз үшін сабақ. Ол қайғы болу керек емес. Ол қасірет болу керек емес. Қателесуге рұқсат беріңіз, оны түзетуге сабақ алыңыз содан. Ары қарай жылжу үшін сізге қажет нәрсе бұл. Тағы бір нәрсе, өзіңізді тірі сезудің үлкен белгісінің біреуі, ол сезімдеріңіз. Ішкі жан дүниенің алай-дүлей, немесе қуаныш, немесе қайғы болған сезімдер. Адамның басына бұның барлығы келсе, және соны сезсеңіз, біліңіз, сіз тірісіз. Қуана алдыңыз ба, тірісіз. Қайғыра алдыңыз ба, тірісіз. Бір ғана шекара бар. Өзіңізді жоғалтпаңыз. Барлық жағдайда да. Қуанғанда да бәрін ұмытып емес. Қайғырғанда да бәрін ұмытып емес. Өзінің орнымен. Барлық нәрсе шекарамен жасалса, өзінің орнын табады. Бұл деген сөз, өзінің орны деген сөз, өзіңді қысып таста, өзіңді қина деген сөз емес. Ақылыңды жоғалтпа. Осы шекара. Қатты қуансаң да, ақылыңды жоғалтпа. Қатты қайғырсаң да, ақылыңды жоғалтпа. Тірі сезінгіңіз келсе, осы екі ереже. Қателесу және сезімдеріңізді ақылға боялдырып қоймаңыз. Өзіңіздің сезіміңізге рұқсат беріңіз, бірақ ақылдың шекарасында. Бұл ақылдың шекарасы дегенде де астын сызып кеткім келгені, бауырлар, тым қатал болып барлық нәрсеге шекара қойып, міне бұл ақылмен мен өмір сүріп жатырмын деу өте қате. Сезім менен өмір дәмді. Оған дәлелім, қазіргі басыңызда түсіп атқан қайғы, қасірет, қиыншылық, шығатын жолдар көп оның. Сол шығатын жолдардың ең біріншісі, бұны психолог мамандарының барлығы дерлік айтатыны, физикалық, яғни қол аяқтың рутинный дейді ғой, қайталана беретін іш пыстырарлық жұмыспен айналысыңыз. Дым жасамасаңыз, спортзалға барып, темір көтеріңіз. Үйде жұмыс болса, үйде жұмыс жасаңыз. Майда жұмыс, сыпыру, шұқылау, сонымен айналысу өте керемет нәрсе, біліңіз. Сіз белгілі бір уақыт сондай майда жұмысқа өзіңізді уақыт беріңізді, сол жұмысқа беріліп жасаңыз, сол жұмысты бітіргеннен кейін әлгі қайғыдан біраз жеңілдейтініңізге мен кепілмін. Екінші, қайғыдан құтылатын, қиыншылықтан, депрессия, стресстен құтылатын орын, ол жұртқа қуаныш сыйлау. Өзіңіз қайғырып тұрып, өзіңіз қысылып, қиналып тұрып, жұрттың қуанышына себепкер болу. Бұл ең қарапайым нәрсенің бірі жақсы сөз. Жұртқа рахмет айтыңыз. Жұртқа шын жүрегіңіздің түбіндегі жақындығыңызды білдіріңіз оларға. Мен сендердің бауырларыңмын. Сендер менің бауырларымсыңдар. Мен сендерді Алла үшін жақсы көрем. Сыйлаймын. Сендердің менің жүрегімде орындарың бар деп, уақытын, орнын дер кезінде айтып үлгеріңіз. Бұл келесі бір адамға жылу сөз өте үлкен нәрсе. Бұның қадірін жылы сөздің өз басымнан сездім. Басыңызға қайғы түскен уақытта екінші бір адам сізге жылулығын білдіріп, ісімен
Егер ісі қолынан келмесе, сөзі мен жылулығын айтқаны өте үлкен дүние. Ендеше, өзіңізді тірі сезінгіңіз келсе, екі үлкен нүкте бар. Біріншісі қателесуге рұқсат беру, екіншісі сезімдеріңізге рұқсат беру. Ал енді қайғыдан құтылғыңыз келсе, тағы да екі жол бар. Бірі қол аяғыңызды іспенен шұғылдандыру, екіншісі жүрек жарды жылы лебізіңізді жұртқа төгу. Бұл сізді осындай қиыншылықтан алып шығады. Бұның барлығы өзіңізді тірі сезінуді үйретеді. Құрметті бауырлар, өзгелер сізді қалай тірі сезінеді деп ойлайсыз? Екінші бір үлкен нүкте. Өзгелер сізді тірі сезіну. Бұл үлкен нәрсе. Сіз бұл дүниеде бар болсаңыз да, сіз бұл дүниеде жоқ болсаңыз да, өзгелер сізді тірі сезінетін жағдай болады екен. Иә, осындай да бір қызық бар. Бұл дүниеде сонша адамдар бар. Бұл дүниеде өздері тірі. Бірақ оларды ешкім тірі деп сезбейді. Ол өзінің ағайын туысымен қатыспайтын, жақындарына жылулығын бермейтін адам. Иә, яғни жұрт сізді тірі деп сезу үшін ағайын туыспен қатысыңыз. Өмір жасың ұзақ болады деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Екіншісі, жұртқа жылулығыңызды төгіңіз. Иә, шын жүректен, жүрегіңіздің түбінен шын жылулығыңызды төгіңіз. Оны іспен ба, сөзбен ба, қандай да бір нәрсеменен дәлелдеңіз. Жылулық төгу деген кең мағынада айтып жатырмын. Жұртқа тірі сезіну үшін осындай жасаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтады. Адам дүниеден өткенде бүкіл амалы тоқтайды, үш нәрседен басқа. Қандай? Оқытып кеткен білімің, беріп кеткен садақаң, яғни садақа жария деген құр беріп кеткен емес, артыңнан ағып тұратын садақа. Бұл көпір салу, үлкен істер, жол салу, бау, бақша салу, қабырстан реттеп беру, тағы не? Халық игілігіне пайдаланатын, елдің жақсылығына пайдаланатын істер. Және үшіншісі, білім үйрету. Шәкірттерге немесе ғалым болып бір үлкен жаңалық ашып кету сияқты. Елге қолайлылық жаратып беру. Осы үш нәрсе адамды тірі қылады. Себебі пайғамбарымыз айтады, барлық амал жабылады да осы үш нәрсе қалады. Неге? Неге екенін мен басқа тілмен айтқым келеді, қарапайым тілмен. Діннің сөзін көп адам, бұл молдалар айтады, бірақ білесіз ба? Мынау дүниедегі қарапайым тілмен айтсақ, сізді өліп қалсаңыз да, дүниеден өтіп кетсеңіз де, өзгелер тірі сезсін десеңіз, жұртқа іспенен, амалменен із қалдырыңыз. Сіздің берген киім-кешегіңіз, ақшаңыз, басқаңыз көп адам есінде қалмайды. Айтқан сөздеріңіз тек жамандары қалады, жақсы сөздеріңіз қалмайтын шығар. Істеріңіз қалады. Оттай басылып, істеріңіз қалады. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі бар. Тағы да хадис қой енді. Адам баласы өлсе, бір ғана нәрсе қабірінде серік боп жанында жатады, ол жасаған амалы дейді ғой. Әйгілі хадис. Дәл сол сияқты, сіз дүниеден өткенде жұрт сізді тірі деп сезсін десеңіз, іспенен сыйласыңыз. Іс жүзінде амал жасаңыз, жақсылықты жан-жағыңызға төгіп кетіңіз. Тағы да ғалымдардың әсем сөзі бар. Адам, мұны көп қайталайын, бір ыдыс сияқты. Ыдыстың ішінде не бар, соны төгеді.
Және де тағы бір сөз бар. Сен өзіңнің кім екеніңді, қандай екеніңді білгің келе ма дейді. Білгің келсе, жұртқа сен не сыйлап жүрсің, соны байқа дейді. Егер сен жұртқа қайғы, қасірет, қиыншылық сыйлап жүрсең, сен сондай адамсың. Егер сен жұртқа қуаныш сыйлап жүрсең, сен дәл сондай қуаныш сыйлаушы адамсың. Сен жұртқа не сыйладың, сен сондай адамсың. Және сөзімнің осы сөздің соңын қорытпай тұрып бір нүктемен айтқым келетіні, Атаулла Сәкәндари немесе Искандари деген кісі, үлкен әулие кісінің бір сөзі бар. Алла тағала сені Алланың алдында екен, мынандай сөз, әдемі. Алланың алдында өзіңнің қандай екеніңді көргің келсе, сен не іспен айналысып жүргеніңді қара дейді. Не іспен айналысып жүрсіз? Айтыңызшы, жұртқа пайдаңыз тиіп, елге қызметіңіз тиіп жүрсе, онда сіз шынайы адамсыз. Үлкен әріппенен жазылатын. Және керісінше. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар. Айдар Қажекең қосылыпты. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, тірі болу екі мағынадан тұрады екен. Өзіңді тірі сезіну және өзге сені тірі сезіну. Өзіңді тірі сезіну үшін не екендігін айтып кеттім. Өзге сізді тірі сезінуді де айтып кеттім. Оның жауабына қосарыңыз болса, осы видеоның астында тастарсыз. Өміріңізге жазып қойыңыз. Бұл өте маңызды нәрсе. Біліңіз, басыңызда қандай қайғы, қандай ауыртпашылық болса да, сіз адамсыз. Ол қайғыны сезіну, көзге жас алу дұрыс нәрсе. Бірақ шекарамен, орнымен. Бүгін менің бір сезгенім, көп ағайын туыстардан керемет қолдау естім. Кереметтей бір жылы сөздер, жақсы істер естім. Мысалы, менің бір әпкем бар. Алматыда. Бүгін келіп үйге белімді байлап тұрсам, басқа адамнан енді барлық жақындық жасап жатыр, Алла разы болсын. Белбауымды шешіп, есікке қарай лақтырып жіберіп, қайғы көрме, беліңді енді байлама, тік тұр деп демеу сөзі жүрегімде қалып кетті. Қандай керемет сөздер. Құрметті бауырлар, бір-біріңізге жылы сөз айтыңыз. Бір-бірлеріңізді қолдаңыз. Бұл өмір сондай нәрсе. Сіздің жылулығыңызды іздейтін адамдарыңыз бар. Бауырларыңыз, балаларыңыз, жақындарыңыз сізден жылу іздейді. Сіз оларға жылу берген сайын тірі боласыз. Жылы сезінесіз өзіңізді. Бір-бірімізге жылулық сыйлап, осы бір қамшының сабындай кішкентай өмірде ризашылығымызды беріп өтейік. Сауда саламат болыңыздар. Алла тағала баршаңызға да жақсы, пайдалы өмір және өмір бақи тірі болуды жазып кетсін дегім келеді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.